Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қамыры езілмей, жыртылмай, өте сочный болып шығатын, осылай дана-дана болып асты жабыспай шығатын мантылердің рецептісін ұсынғым келіп отыр. Ол үшін бізге осындай бір бокал салқын су қажет болады. Егер де үйлеріңізде таразы болатын болса, таразымен өлшесеңіздер 200 грамм су қажет болады. Және оның үстіне жарты ас қасық тұзымызды, 2 жұмыртқамызды салып, үшеуін қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Біріккенше, кішкене тұзымыз ерігенше. Және де оның үстінен ровно 500 грамм ұнымызды саламыз. Бірінші қасықтың көмегімен араластыра отыра, кейін қолымызбен илей отыра, кішкене қаттылау қамыр илеп алатын боламыз. Әркімнің ұнының тығыздығы әртүрлі болғандықтан 500-550 грамдай ұн қажет болады. Мен барлығын бірден салып жүрмеймін. 50 грамдайын алып қаламын да, жаңағыдай ең соңында иленуге оңай болады. Мен цесна ұнын пайдаланамын, жоғары сападағы. Осылай илеп, салафанға салып, 20 минуттай тындырып қоятын боламыз. 20 минуттан кейін қамырымызды алып, тағы да бір илеп, тағы да 10 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Егер асықпайтын болсаңыздар, егер де асығып жатсаңыздар, мен сияқты осылай алып, екіге бөліп, біреуін тағы да салафанға салып қоямыз, екіншісін ақырындап жая бастаймыз. Осылай ұн сеуіп, кішкене қолдың көмегімен жақсылап басып аламыз да, кейіннен оқтайдың көмегімен оқтаудың осылайша үстінен кішкене жұқалау болғанша жақсылап басып шығатын боламыз. Қамырымызды оқтауға орап, ақырындап жайып бастаймыз. Ортасына қатты күш салмай, екі шетін ғана ақырындап баса отыра, осылайша қамырымызды жұқалау етіп жайып аламыз. Егер де қамырларыңыздың ортасы жұқақ, шетінің барлығы қалың болып кетіп жатса, дәл осы видеодағыдай екі шетін арасына кішкене ұн сеуіп жіберіп, екі шетін орап, оқтаумен қамырды мүлде баспай, оқтаудың екі шетімен ғана осылайша бассаңыздар, қамырымыз бір тегіс өте әдемі болады. 2-3 рет осылай қайталап жасасаңыздар болады. Менің парақшамда өте көп пирогтардың, торттардың, ыстық тамақтардың рецептілері бар. Сол себепті менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Қамырымызды дәл видеодағыдай орап, мен осылай 5 бармақтың қолымды қоя отыра өлшеп аламын. Дәл видеодағыдай 4 бұрышты болып шығады сол кезде. Мен салмасына тартылған ет, картошка, пияз, тұз, бұрыш, және қызыл бұрышты пайдаландым. Және де біз мантымыздың сочный болып шығу үшін қамырымызды дәл илер алдында ғана осылайша сұйық маймен жарты бокал су қосып жіберетін боламыз. Барлығын жақсылап араластырып қойып қоямыз. Және де қамырларымыздың ішіне бір-бір қасықтан үлкен ас қасықпен салып шығамыз. Мен осы дәл видеодағыдай түйетін боламын. 4 шетін бір-біріне жабыстырып, осылайша пельмен түйгендей саусағымды арасына салып, сонда арасының барлығы бір-біріне жабыспай, жаңағыдай өте әдемі көрінеді. Мантаваркамызды жақсылап осылайша майлап аламыз. Егер менікіне мантаварка болатын болса, мынау жан жағында майлаңыздар, себебі дәл сол жерге жабысып қалуы да мүмкін. Және де мантыларымыздың барлығын әдемілеп орналастырып шығамыз. Және де қайнап тұрған суға ровно 45 минутқа қойып алатын боламыз. Газымыздың асты қатты болып тұра беруі қажет.
Мантыларымыз пісіп болғаннан кейін бетіне мен осылайша сары майды ерітіп жағып шығамын. Өте әдемі түсі және де дәмі беретін болады. Сондықтан да дәл осы әдіспен сіздер де жасап көріңіздер. Қарап тұрғандарыңыздай асты мүлде жабыспаған, барлығы осылайша қолмен ақ оңай алынатын болады. Қамыры езілмейді де, жыртылмайды да. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге егер видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің достарыңызбен WhatsApp, Instagram желілерінде бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым.